Амансыздар ма, құрметті көрермендер. Күні кеше мәжіліс депутаты Анас Баққожаев жалған ақпарат тарататын блогерлерді жазалауды ұсынды. Әйтсе де жұрт арасында депутаттың ұсынысы сөз бостандығын шектеуі мүмкін деген қауіп қатерлер айтылып жатыр. Жалпы бұл заң биліктің сөзін сөйлейтін блогерлерге қауіпті ме? Мысалы, Жаңаөзен азаматтары Астанаға келіп жұмыс талап еткен кезде кейбір блогерлер 700 мың жалақыны жаңаөзендіктер қомсынып отыр, ашкөздік танытып отыр деп айыптаған болатын. Бір қызығы, билікшіл блогерлер жұмыстың ауырлығын, сондай-ақ экологиялық зардаптан келетін денсаулығына нұқсан келу мәселесін ескерген жоқ. Яғни жаңаөзендік азаматтарды ашкөз деп жөнсіз айыптады. Міне осындай жағдайда биліктің сөзін сөйлейтін блогерлер жазалануы мүмкін ба? Осы және өзге де сұрақтарды бірнеше депутаттарға қойдық. Егер сіздерге мәжілісмендердің пікірі қызық болса, видеоны толық көріп шығыңыз. Сондай-ақ каналға жазылып қоңырау түймесін басуды ұмытпаңыз. Ең бастысы, блогерлерге жазаны күшейту керек пе деген сұраққа өз пікіріңізді білдіріп отырыңыз. Мен нақты айтпаймын, ешкімнің себебі мен тағы да айтайын. Мен олардан өзгешелігім болмайды. Басқа біреуді нақты айтсам, мен сол блогерлердің қатарында боламын. Айту үшін арнайы мен өзім айтып отырмын ғой, нақты біреуді айтып мен айтпай қояйын, себебі осы ақпаратымды ертең теріс бұрмалап жіберуі мүмкін. Сізде жалпылама айттырсыз ба демек ешқандай дәлелсіз? Арнайы зерттеу жүргіздіңіз, белгілі бір блогерлерді қарайсыз, және сол блогерлерден жаңағындай кибербуллинг. Мен келіспеймін, ол блогерлермен көбісімен келіспеймін. Көбісі жалған ақпарат таратады, тексерілмеген ақпарат таратады. Енді жалпы Қазақстан бойынша мен статистикасын келтірмеймін, бірақ өзімнің оқитыным бар ғой, мысалы, өзімнің оқитынымнан 60-70% оны айтпай қояйын. Мен енді сіздер менен жауапты жоқ, мен айтпай. Я не буду говорить, еще раз, потому что я ничем не буду отличаться от этих блогеров. Мои слова могут быть использованы потом, опять же, против меня. Поэтому я, еще раз говорю, я обращаю внимание на эту проблему. Вы как журналисты, вы знаете, что такое правда, что такое проверенные факты. Поэтому поддержите нас, поддержите мое обращение. И давайте сделаем нормальное общество. Когда вот вы писали данный запрос, да, суть сама в том, что вы оперировали какими-нибудь фактами, то есть на основании вы проводили, может быть, опрос среди населения, который был жертвой. Зачем? Я живу в Казахстане, я все это вокруг вижу. Вижу, что читают мои дети, вижу, что читает моя супруга, вижу, что читают мои друзья. И по этим событиям я делаю анализ. И этого даже достаточно, чтобы сделать такую инициативу. Шектеу болғанда шектеу емес, жауапкершілік. Мысалға, сіз блогер ретінде тіркелсеңіз, статусыңыз болса, алдағы уақытта берілген ақпаратты сіз тексеріп барып, соған заңды түрде жауап беруге дайын болуыңыз керек. Мәселен, олардың ақпараттарын біреулер келіп тексеріп отыру керек. Тексеріп отырмайды. Мәселен, сіз бір нәрсені жарияладыңыз ба, оны қағаз бетінен сүрте салу, сіз қағаз бетінен сүрте алмайсыз. Бірақ сіз оны жазғаннан кейін, ода сөзден айнымау керек. Айтылған сөз, атылған оқ. Демек, басардың алдында 1000 рет тексерілген ақпарат болу керек. Басты ма, ол қалу керек. Себебі ол құқы мүддесі тапталған адам, ертең сотқа мысалға жүгінетін болса, ол ақпаратқа сілтеме жасау керек. Ал енді өзіңіз білесіз, сілтеме жасамайды. Басында шығарады, одан кейін өшіріп тастайды. Содан кейін суретін түсіресіз, сотқа барып дәлелдеп көріңіз. Міне осы мәселелер заң түрінде реттелу керек. Резюмируя все вышесказанное, вы хотите получать секундочку, вы хотите резюмируя все вышесказанное, вы хотите вот некую цензуру ввести? Нет, не цензура. Сейчас я не об этом. Я говорю о том, что все это нужно регулировать, ввести статус. Кто такой вообще блогер? С какого порога читателей или подписчиков начинается этот статус? Что он должен делать перед тем, как будет публиковать что-то? И какую ответственность он должен нести? Вот эти вот параметры. Не, но если он как ИП зарегистрирован, и он зарабатывает деньги, он, как и все предприниматели, должен платить налоги. Это нормальное явление, и мы должны к этому стремиться. Это бюджет, это социальные программы Казахстана. А что даст статус блогера? У нас нет, например, статуса точного у врачей, у учителей, а вот статус блогера, что он? Не, ну, статус СМИ же есть. Статус СМИ есть, это средства массовой информации. Есть специальная статья, которая определяет. В статье у нас в законе об информатизации есть, что есть какая-то интернет-платформа, имеющая доменное имя. Но вы в соцсетях же видите, что никакого доменного имени нет.
Поэтому вот эти моменты нужно отрегулировать и в законе о СМИ прописать четко, ясно, чтобы каждый из нас понимал и нес ответственность. яғни қазір мына масс медиа туралы заң қаралып жатқан білеміз ғой парламентте. Иә. Осыларды енгізіп жатсыздар ма сіздер? Жоқ, қаралып жатқан жоқ, бұқаралық ақпараттар құралдар туралы. Иә, жоқ, қазір менің білуімше, жұмыстамын ғой енді. Қазір талқыланып жатқан жоқ, бірақ бұл заңға өзгеріс енгізу туралы президентіміз айтқан болатын. Бұл заңды енгізгенін мен өз басы байқамадым былтырлары. Мәселе өте өзекті, көтеру керек, бірақ тыныш, министрлік тыныш. Осы мәселелерді міне көтеру үшін, осы заңға өзгеріс енгізу үшін мен бүгін жаңа депутаттық сауал жасадым. Блогер туралы, масс медиа туралы заңға енгізу сіздің ойыңызда бар Иә, депутаттар ретінде мен өзімнің ұсыныстарымды берем, статус бойынша. Енді ары қарай өзі біздің депутаттарым өздері қарастырады. Иә. Жаңа қарай сіз айтқан шектеулер блогерге қою, мысалы, сөз бостандығын шектеу емес пе? Мысалы, сөз бостандығын шектеу емес. Әлеуметтік желіден қолданушылар айтады, байқасаңыз, көшеге шығып наразылық айта алмаймыз. Тек қана әлеуметтік желіде жазамыз. Кім айтты көшеде наразылық айта алмаймыз деп? Көшеде наразылық, егер біреу білдіретін болса, митинг өткізуге арнайы ұйымдастырған орындар бар. Ең бастысы сіз мұнда түсінуіңіз керексіз. Қоғамдық тыныштық деген нәрсе бар. Қоғамдық тыныштық болу үшін арнайы жерлер ұйымдастырылған. Міне, сол жерге келіп кез келген адам, бұнда рұқсат сұрау емес мемлекеттік органдардан. Бұларды хабарландыру арқылы келетті өзінің митингісін өткізе береді. Интернетте де, бұқаралық ақпарат құралдарда да қазір мынаны айтпа деген ондай шектеу жоқ. Қазір егер тексерілген ақпарат болатын болса, онда сіз нақты кез келген мақалаңызды шығара аласыз, оған ешқандай шектеу жоқ. Сөз бостандығын шектеу емес пе? Жоқ, сөз бостандығын шектеу емес. Бұл басқа нәрсе. Бұл блогердің статус ретінде анықталады. Ең негізгі мақсат жөнсіз, негізсіз сөйлейтін, қоғам тыныштығын бұзатын, арандататын, ешқандай расталмаған ақпаратты қолданылатын азаматтардың жауапкершілігін арттыру. Дәл осы. Сіздер журналист ретінде неге сіздер жауапкершіліктеріңіз бар? Себебі сіздер тексеріп барып, жөнді ақпарат бересіздер. А көп блогерлер өкінішке қарай бұлдай жұмысты атқара алмайды. Журналистер ақшасыз, табысы жоқ, блогерлер бай. Блогерлердің арасында биліктің Жаңаөзен кезінде Жаңаөзендік жұмысшыларды айыптап мақала жазған, пост жазған адамдар болды, блогерлер болды. Биліктен ақша алады деген бейресми әңгіме бар. Біреуі ішінара мойындады. Жалпы бұндай биліктен ақша алып, ақылы пост жазатын адамдардың әрекетіне сіз қалай қарайсыз? Енді мен өз басым биліктен ақша алды, былай жазды дегенде өз басым көрген жоқпын, оны оқыған да жоқпын да. Енді мүмкін әлеуметтік желілерде мен ондай материалдарға кезікпегенде шығар. Бірақ мен ойлаймын, ондай қазір жаздыртатын ешкім ондай жасамайды сияқты. Себебі биліктің өзінің ақпараттық министрлік бар бізде. Мысалға Хабар, Қазақстан агенттігі бар. Үкімет егер ақпаратын жеткізем десе, осы негізгі танымал каналдар арқылы жеткізеді. Ал енді біреуді ол үшін жалдап, оны арнайы материал бергізу деген мен өз миға қонбайтын нәрсе. Өз басым естіген жоқ. Мойындады Айбар Олжай деген, бұл тапсырма бойынша жасаған болатынмын. Енді бұндай тапсырыс алмаймын деп әлеуметтік желіде. Көрдіңіз бе? Енді Айбар Олжаев егер олай болатын болса, әрине Айбар Олжаев өзінің статус, блогер ретінде статус енетін болса алдағы уақытта, ол әрине өз жауапкершілігін сезінеді мысалға. Жалпы ақылы пост жазу, мәселен жаңаөзендіктер 700 мың теңгеге місе тұтпайды, бұлар ашкөз деген секілді мағынада пост жазды, яғни айыптап жазды. Бірақ ол жердегі жұмыстың ауыртпашылығын олар ескерген жоқ. Осы билікшіл блогерлерді жазалану керек па жалпы? Енді оған билікшіл дегеніміз, оларда жалған ақпарат егер тексерілмеген ақпаратты пайдаланып, бір жақты айыптау егер болатын болса, әрине жауапкершілік. Билікшіл жаңа блогерлерде жазалану керек қой. Әркім жазалады. Заң деген қарамайды. Мәселен 700 мың айлық алады, олар ешқандай ашкөз, қанағатсыз, басқа халық мәселе мына жақта 100 мыңмен күн көреді, жаңаөзендіктер осындай оңбаған деген сияқты сарында. Жоқ, енді ондай материалды мен өз басым оқыған жоқпын. Бірақ егер осындай айыптау болып, қараптан қарап халықты жамандау болатын болса, онда ол жауапкершілікті мойнына алу керек. Жалпы жаңа блогерлік заңды айтып жатыр ғой. Бізде мынандай да жағдай бар. Осы 2-3 жылдың көлемінде биліктің қандай да бір күрделі жағдай болатын болса, ақылы пост жазатын адамдар пайда болды. Мәселен, соңғы Жаңаөзен көтерілісі кезінде, Жаңаөзен азаматтар шыққан кезде 700 мың теңгеге немұрай қанағаттанбай отыр деп айыптап, ашкөз деп айыптап жазды. Осы жалпы дұрыс па жалпы? Ақылы түрде жазу ма? Иә, биліктен мәселен Айбар Олжаев деген азамат
өзінің ақылы пост жазғанын ресми түрде мойындады. Мойындадым. Енді бұл жерде кез келген адамның азаматтық ұстанымы болу керек деп өзім есептеймін. Мен де блогер болдым, әлі де блогермін. Мысалға, депутаттық қызметпен қатар, енді сол өзімнің блогымды да жүргізіп отырам, бірақ осы уақытқа дейін негізгі парақшам болды дәулеттен, оны қазір командам жүргізеді, ол жерде 2 миллион маған да ұсыныстар келетін. Мынаны салып берші, ақшасын төлейміз, мынаны бүйтіп берші деген жоқ. Менің өзімнің азаматтық позициямда, мысалға мен айтайын, бір мысал болды, менде бір облыс әкімін мақтау керек дейді. Облыс әкімін мақтау керек, өзі әкімдердің рейтингісі бар ғой. Сөйтіп күштілеп мақтап, сол туралы пост жазсан 500 мың теңге береді. Мен айтамын да, оны мен текстін бәрін дайындап беремін дейді. Мен айтамын да, оның бәрін текстін бәрін дайындап беріп мен салғанмен, ертең мен Құдайдан ұялатын адаммын деймін де, өйткені ол адамды мен көрген жоқпын. Әрі сол облысқа мен өзі бір 2-3 рет барған шығармын өмірімде, мысалға. Өзімнің, мен айтамын да, өзім көріп жүрген, тұрып жатқан Астанам болса, көріп жүрген Алматы болмаса, туған жерім Семейім, Шығысым, Абай облысы болса, онда мүмкін басқаша болар ма еді деймін де, көріп жүргеннен кейін мен барды бар, жоқты жоқ деп айтамын. Сондықтан дәл осы ақша беру тұрғысынан кез келген адамның өзіндік азаматтық позициясы болу керек. Ақшаны бірінші орынға қоймай, керісінше сол өзінің позициясы жоғары тұру керек деп өзім есептеймін. Әрине, оны ақшаға келіскеннен кейін ешкімнің аузына, қалай айтсам екен, қақпақ болып болмаса, олар жоқ, мен өзім жаздым дей салуы да мүмкін, енді мойындамайтын адамдар бар. Блогерлердің жауапкершілігі туралы айтып жатыр ғой, жалпы енді жаңа негізсіз айыптап, ақылы пост жазып отырып, биліктің позициясына билікшіл блогерлерді жазалау керек па? Заң аясында, егер соның барлығы дәлелденетін болса, мысалға, оның барлығы күшею керек. Заң бәріне ортақ. Дәл осы блогерлік заңды мен жаңа айтқандай депутат болмай тұрып та көтеретінмін, айтатынмын әлеуметтік желілерінде. Ал енді осы заң жобасы жүзеге асатын болса, өзім толығымен оны қолдаймын, яғни мынау комиссия мүшесі құрамында міндетті түрде боламын. Жақсы, тағы да бір сұрақ. Жалпы соңғы кездері осы Тоқаевтың билігінен кейін жалпы ақыл пост жазудың белең алды да, қандай да бір күрделі ситуация болатын болса, бір сындар болып, қоғамда сын болып басталса, екінші жақтан ақылы посттардың бірінен бір айнымайтын текстегі ақылы посттар қаптап кетеді. Жалпы бұл дұрыс па? Жалпы бұл мәселені шешеді ма? Жоқ әлде одан сайын күрделендіре түсе ма? Mesela бюджеттің ақшасы ғой, ол да тек рәсуа кетіп жатқан жоқ па? Енді мен оны ақылы пост болмаса бюджет деген арнайы оны құзырлы органдар тексеру керек деп ойлаймын. Осы мәселеге мысалы қанша шынымен де ақша бөлінді ма, шынымен де ақылы болды ма деген нәрсені. Енді көп жағдайда шынымен де әрине текстері бірдей болса, онда күмән тудыратын жағдай болады. Болмаса бір позицияда отырып, мүлдем мысалға қалай айтсам екен, басқа тақырыпты айтып жүретін блогер бірден президент туралы болмаса саясат туралы айтып кетсе, әрине ол күмән тудыратын нәрсе. Оның барлығы құзырлы органдар тексеру керек деп ойлаймын. Бірақ ол үшін жаңағы айтқандай заңды күшейту керек осы блогерлікті. Өкінішке қарай жоқ, ол себебі TikTok болсын, Instagram болсын, басқа да әлеуметтік желілер біздің қоғамға енді ғана келіп, енді ғана осы соңғы жылдар ғана сіңісіп жатыр. Әрекеті қылмыстық кодекстің көлемінде. Бірақ қылмыстық кодекс бізде арнайы субъект деген бар. Егер де блогерлерді арнайы субъект ретінде қатарына кіргізу қажет болса, онда кіргізейік. Бірақ та заңды күшейтудің қажеттілігі жоқ деп есептеймін. Менің позициям. Себебі бақ құралына және блогер әлеміне біз бостандық беруіміз керекпіз. Себебі қоғамдық қадағалау болу керек. Бақылау болу керек. Бақылауды, мысалы, әр өмірдің саласында бақылауды күшейтуіміз керекпіз. Бірақ та айтып отырмын, мынау шантаж, қылмыстық пиғыл, арам пиғылдағы азаматтарға біз тосқауыл жасауымыз керекпіз. Орысша айтқанда палка двух концах деген нәрсе бар. Оны сарапшы ретінде жаңағы бұл таяқтың бір ұшы жаңағы адал түрде жұмыс жасаған блогерлерге және бақ құралдарының өкілдеріне тиіп кетпес үшін жеке дара дұрыстап қарау керек әр нәрсені. Депутат мырза, мынандай жағдайлар бар. Соңғы кездері биліктен ақша алып, ақыл пост жазатын блогерлер де бар. Оны кейбір мойындады. Мәселен, Айбар Олжаев, мен осындай ақыл пост жаздым. Яғни мына Жаңаөзен азаматтары келген кезде 700 мың теңгеге қанағат тұтпайды, мына жаңаөзендіктер деген айыптау мақалалар, посттар жазды. Бұндай адамдар жауапкершілікке тартылу керек па жалпы? Енді жалпы ол дұрыс емес тірлік.
ақылы. Себебі бұл жерде онсыз да белгілі ғой. Ақша төлеген адам өз туралы жаман нәрсені жаздырта ма? Жаздыртпайды. Орысша айтқанда, кто оплачивает, тот и заказывает музыку. Яғни төлеген адам не жазу керек екен, қандай бағытта жазу керек екен, қандай ақпаратты ұсыну керек екен, өзі нақты белгілейді. Сонда ақиқат төлеген адамның тарапында. Сондықтан да бұл ақиқатты мен шынайы ақиқат деп есептемеймін. Сондықтан да шынайы ақиқат бұл тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарында. Соңғы бір 2-3 жылдың көлемінде осындай бір қиын ситуация туындаған кезде осындай бірінен бірі аумайтын посттар көбейіп кетті. Бұны енді кейбіреулер ақылы пост жазайтын өзі компания бар, анау мынау деген секілді бір болжамдар айтады, дәлелденбеген. Бірақ осы ақылы пост жазу мәселен, бұл қаншалықты дұрыс, мемлекеттің осы жаңағы ситуациядан шығара ма, әлде жоқ, әлде қайта ушықтыра түсіре ма? Жоқ, әрине, біраз түсінесіздер, мынандай нәрсе бар. Әр нәрсенің өзінің бір нюанстары бар. Егер де бір мемлекеттік органның жасап жатқан саясатын насихаттау керек болса, оған блогер жазса, оны түсінуге болады. Ол насихаттау. Анау жасалып жатыр, мынау жасады, мемлекеттік органдарда енді бұқаралық ақпарат, мынау әлеуметтік желіде өз подписчиктер аз. Соң подписчиктер блогерлерді жалдайды да, мына бағдарламаны біз халыққа ұсынайын деп отырмыз. Осы туралы ақпарат жаз десем, мен оны түсінемін. Бұл заңды. Бірақ та ақпаратты, жалған ақпаратты шыңғып көрсететін, ол үшін ақша төлеп, ол блогерлер жалған ақпаратты шыңғып көрсетсе, ол ақпаратқа сенуге болмайды. Ондай нәрсені жоққа шығаруымыз керек біз.